Мен қайдан өзіңдей өлген жердің бетінен таба аламын. Көгіңнен жасалған көрпеңді сағынғанымда еске аламын. Емдала серіктестігі Целиноград ауданының Мәншік Мәметов ауылында орналасқан бұл кәсіпорын егін шаруашылығымен ертеден айналысып келеді. Серіктестік алқаптарында комбайндар сап түзеп, орақ науқаны қыза түсті. Урожай дошел, дозрел полностью, влажность 14, надо только убирать. Аманов Пуса, наша область опять будет первая. Да, в этом году будем планировать хороший урожай. Делаем такую ценовую политику, чтобы могли уже даже ноябрь, декабрь, январь цена подрастет, по хорошей цене будут продавать уже. Друз. И думаем, год-два уровень сельского хозяйства поднимется. Погода жақсы, көңіл жақсы ғой. Да. Главное настроение. Президент осындай тапсырма беріп, алдын ала қаржыландырып, екі есе биыл бағасы жақсы. Ал бағасы жақсы болса, сіздердің жалақыларыңыз жақсы болады. Ауылдарыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Мынандай үлкен қаржылы осындай еңбектеріңіз үшін алғыс білдіргім келеді. 4-5 баланы осы ауылдан мен стипендия беріп оқытам. Выберите. Ауылдағы шаруалардың тағы бір мақтанышы сүт тауар фермасы. Сүтті тұқымды 2000 бас ірі қараға арналған ферма мемлекеттік қолдаудың арқасында бой көтерген. Ендалалық Гольштиндер биыл 5000 тоннадан астам сүт беріп, таза өнім Ақмола мен Қарағанды облыстарындағы ірі өңдеу кәсіпорындарына жөнелтіліп жатыр. Наша ферма запустилась 1,5 года назад. 800 у нас поголовье дойного скота. Реализуем молоко на ТЖ компания и производственный кооператив «Родина». Средняя заработная плата у нас на МТФ 400 тысяч. Мол табысқа кенелген шаруалар ауылға қамқорлық етіп отыр. Кәсіпорын жетекшісі Тимур Пшеновтың бастамасымен мұнда бір қатар әлеуметтік нысан бой көтерген. Ал таяуда мемлекет қаражаты есебінен салынған жаңа фельдшерлік акушерлік пункт тұрғындар игілігіне қызмет ете бастамақ. Ауыл ішіндегі көше жолдарына да жөндеу жүргізіліп келеді. Ақша қаржы бар ғой, да? Қаржы толықтай бөлінді. Достаточно техники? Достаточно техники. Вся техника, которая необходима, здесь имеется. Давайте качество тоже смотрите, общественный контроль. Обязательно. Өздеріңізді қарап, көмектесіп. Вот пока сейчас будет нормально, надо быстро все закончить. Я на контроль держу этот поселок. Күні түні жұмыс істеу керек. Хорошо. Жақсы, но качество, чтобы не страдало. Қаланың шамдары жарқырап, түрлі түспенен тұрғанда жаны. Көңілде ауылым арқырап, шырағым жақтай бәрінен жарық.